Баршаңызға Алланың сәлемі, бейбітшілігі мен берекесі болсын. Қыздарға қатысты 15 хадис. Дүниеге қыз келген уақытта Алла тағала ол жерге періштелерді жіберіп, сәлемін айтып, мына үйдің тұрғындары, сендерге сәлем болсын дейді. Періштелер қанаттармен жаңа туылған қызды қорғаштап былай дейді: қандай әлсіз, қорғансыз еді, әлсіз денеден шықты. Егер әкесі оны тәрбиелеп өсірсе, қияметке дейін оған Алланың жәрдемі болады. Кімнің үйінде қыз бар болса, ол үйге күн сайын көктен 12 береке түседі. Ол үйге періштелер тынбай, үздіксіз келіп тұрады. Әрбір күн, әрбір түн сайын олар сол қыздың ата-анасына 1 жылдық құлшылықпен тең сауап жазып отырады. Дүниеге қыз келген уақытта Алла тағала бір періште жібереді. Періште қандай әлсіз, қорғансыз еді, әлсіз денеден шықты дейді. Кім осы нәрестені тәрбиелеп өсірсе, Алла оған қияметке дейін жәрдем береді. Дүниеге ұл келсе, Алла тағала аспаннан періште жібереді. Періште нәрестенің екі көзінің арасын сүйіп, саған Алланың сәлемі болсын дейді. Ең жақсы балалар нәзік, мейірімді, қымбатты, игі қыздар. Қыздарыңызға ашуланып, ренжімеңіздер, өйткені олар қымбатты, мейірімді. Бір адам пайғамбар мен оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын отырған уақытта оның баласы жанына келді. Ол баласын сүйіп тізесіне отырғызды. Ал жанына қызы келгенде алдына отырғызды, бірақ сүймеді. Сонда Алланың елшісі: сен неге оларға әділсіздік жасайсың деді. Алла тағала өз қыздарына сабырлық еткен әрі осы үшін сипатқа ие болатынын білетін адамды жақсы көреді. Қыздар олар мейірімді, игі жандар. Бір қызы бар адамды Алла тағала тозақ отынан сақтайды. Екі қызы бар адам солардың себебімен жәннатқа кіреді. Ал 3 қызы бар немесе қыздары секілді кіші қарындастары бар адам оларға қамқоршы болса, оның мойнынан жихад пен садақаның жауапкершілігі түседі. Егер бір адамның 3 қызы болса, оларды киіндіріп, қамқорлық етіп, тамақтандырып, оларға сабырлық етсе, қыздары қиямет күні тозақ отынан сақталуына себепші болады. Біреудің басына қыздары себепті қайғы қасірет, сынақ келсе, ал ол оған сабырлық етсе, оттан құтқарылуына қыздары себепші болады. Кімде кім 2 қызын, немесе қарындастарын, немесе анасының сіңлілерін, немесе әкесінің қарындастарын, немесе әжелерге қамқорлық етсе, жәннатта менімен бірге болады. Ал кімде кім жоғарыда аталғандардың 3-еуіне қамқорлық етсе, құтқарылушылардан болып жетістікке ие болады. Ал кім олардың 4-еуіне немесе 5-еуіне қамқорлық етсе, адамдар, солар секілді болыңдар. Егер бір еркектің қызы туылса, ол оны ренжітпей, зарар бермей, ұлына ғана ұрсып, тәрбиелейтін болса, Алла тағала қыз үшін оны жәннатқа кіргізеді. Кімнің 3 қызы немесе қарындасы болса, ал біреуде 2-еуі болса, оларды тек қана Алланың разылығы үшін ренжітсе, дегенмен оларға жақсы мәміле жасаса, ол үшін берілетін сыйлық жәннат болады. Әйелге игілік, салиқалық берілгеннің белгісі оның тұңғышының қыз болуы. Себебі Алла былай дейді: егер қаласа біреуге қыз береді, қаласа ұл береді. Салиқалы әйел ол аз төлемді кешіріп, бірінші нәрестесі қыз болады.